Саламатсыздар ма достар? Қазақмет каналына тіркелгендеріңізге мыңда бір рахмет. Ал жазылайын деп жатқандар болса, дабылшаны бассаңыздар, біздің каналдың тұрақты көрермені боласыз. Бізге лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Асен Айдана. Бүгінгі тақырыбымыз бүйректегі тасты қалай түсіруге болады. Сол жайында төмендегі әдіс тәсілдерін көретін боласыздар. Бірінші емдеу тәсілі. Бүйрекке жиналған тасты түсіру үшін 1 келі ақ желкенді және 1 үлкен сельдерейді ұсақтап турап, 1 литр бал мен 1 литр су қосып, 1 қайнатып алып, жай қыздырылған отқа араластырып тұрып қайнатыңыз. Суытып қойып, 3 күннен соң тағы 1 литр су қосып қайнатыңыз да тұндырыңыз. Дайын тұнбаны тамақтанардан бұрын 3 ас қасықтан қабылдаңыз. Екінші емдеу тәсілі. 180 мл жаңа піскен қой бүлдірген шырынына 3,7 грамм ас содасын қосып, тамақтанардан бұрын 4 ас қасықтан 20 күндей қабылдау керек. Үшінші емдеу тәсілі. Бүйректі тазалау үшін 1 ас қасық зығыр тұқымына 1 стакан су қосып қайнатып, 2 күн әр 2 сағат сайын жарты стаканнан қабылдаңыз. Қабылдар алдында су қосыңыз. Жоғарыда айтылған емдеу тәсілдерін өзіңіздің дәрігеріңізбен мұқият кеңесіп қана қабылдаған жөн. Бүйректегі тас пайда болуының ең алғашқы белгілері. Ауру адамның алғашқы белгісінде бүйрек тұсы шаншып, сыздап ауырады. Шаншу кіндікке, бүйрекке, қуық пен шапқа беріледі. Бұл кезде адам лоқсып, іші кебеді. Несепте қан араласады. Егер несепте ауру тудыратын микробтар болса, ірің жиналады, дене температурасы көтеріледі. Кіші дәретке отыруы жиілеп, қуығы ашиды. Кейде несеп ағар түтікшесінде кішкентай тастардың пайда болуы зардың тоқтап қалуына алып келеді. Бұл адам өмірі үшін қауіпті. Айтылған пайдалы кеңестер сіздердің кәделеріңізге жарап жатса, біз өте қуаныштымыз. Егер пайдалы кеңес өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.